Сұрқия 3 бөлім. Алданғанын сезбеген Алмаш ұлын құшақтап үйде қала берді. Ертесіне кемпір Алмагүлдің өзін де ұлын да бастан аяқ киіндірді. Қаладан тапсырыспен қолына жаңа телефон әперді. Алмаш болса қайырымды жандар екен деп мәз болып жүр. Таңертең үйден шығып, түнде келетін Ұзақбайда жас келіншекке жақсы көрінгісі келіп, өзінше ішпей жүр. Араға бір ай салып, Қайратты қырқынан шығарамыз деген сылтаумен көрші көлемді шақырып, дастархан жайдырды. Негізгі мәселе басқа еді. Шақалақты 40 қасық суға шомылдырып болған соң, алдын ала құрылған сценарий бойынша көрші абысындары енелерімен қоса Алмагүлді осы үйге келін болуға үгіттей бастады. Ұлының болашағы үшін бүкіл мал-мүліктің осы үйдің иесі өзің боласың. Балан әкесіз өспесін десен, баламен қалада қалай күн көресің? Бір кемпірдің бабын тапсан болды, деген насихаттар жан-жағынан жамырап кетті. Біраз уақыт көнбей отырған Алмагүл ұлын құшақтап, сен үшін балам, бәріне дайынмын. Бәлкім қайырлысы осы шығар, деп келісті. Шынымен де бұл үй ауылдағы ең бай үй еді. Мыңғырған малдарының санын білмейді, сыртта жүргені қаншама, ал үйдегісін кемпір сауып үлгермейтін. Осылай Алмагүлдің тағдыр дәптерінің сорақыға толы тағы бір парағы ашылды. Алмагүлдің келіндік күндері басталды. Ойламаған жерден өзінен 14 жас үлкен Ұзақбайдың жары атанып шыға келді. Әдепкі 2 жыл күйеуі тіреу, енесі бақыт кемесі болды. Осы үйге келін болғаны үшін таңды шүкіршілікпен атыратын. Тіпті рені ағарып, жүзі домаланып, ажарлана түскендей. Ауылдың беделді келіндерінің бір атанды. Ұлын иығына салып көтеріп жүретін Ұзақбайды Қайрат әке деп атайтын. Қайраттан кейін аяғы ауырлай қоймаған келіншек күнде Аллахтан перзентті болуын сұрайтын. Сол үшін өзі ұялып, өзін кінәлі сезінетін. Араға 5 жыл салып ішіне құрсақ біткенде қуанғаны бөлек бір әңгіме. Бірақ сол мезеттен бастап бәрі өзгеріске ұшырайтынын білсе ғой шіркін. Келін көшеден тапты деген сыбысқа тұншығып жүріп 9 айға жетті. Енесі әдепкіде келіннің көтергенін Аллахтың сыйы деп қабылдап шүкіршілік айтатын. Кейін ауылдың сыпсын әңгімесі соңғы 2 келіннің баласынан бала көтермей кетуі ойын бұзды. Көңіліне күдік ұялап, келініне жазықсыз тиісуді бастады. Дәретханаға барса ізінен көз алмай аңдып тұратын. Алмагүл енемнің қамқорлығы деп ойлайтын. Негізінде енесі оның жүріс-тұрысын аңдумен әлек. Іші шыққан сайын ашуланып, ертіп келгеннің жөні бөлек. Шаңырағында отырып ілік әкелгенін айқындалса, аямаймын, деп бұрқылдап жүруші еді. Алмагүл неге олай ойлайтынына аңтан. 5 жыл бойы енесінен ауыр сөз естімегендіктен бұл сөздері жүрегіне қатты батты. Уақыт өте берді. Айы күні жетіп отырғанда келіншектің басына ауыр күн туды. Әдеттегідей таңертеңгілік сиыр сауып отырып, көрші үйдің ауласынан атылған қосауыз мылтықтың дауысынан сиыр үркіп, келіншекті шелегімен қоса бір тепті. Жіп-жіңішке келіншек ұшып түсті. Орнынан тұра алмай, үйіне бір қырындап, жорғалап әзер жетті. Еңбектеп кірген келіннің көрген енесі дереу үй телефонымен жедел жәрдем шақырып келінін ауруханаға жіберді. Сол мезетте толғағы қысқан Алмагүл көп қан жоғалтып, ауруханаға емес, перзентханаға жол тартқан жедел жәрдем көлігі барынша тез жүрсе де үлгермеді. Жолдың нашарлығы да әсер еткен болу керек. Селкілдеткен сайын келіншектің жағдайы ауырлай түсті. Перзентханаға кіре сала бірден жансақтау бөліміне кіргізгенімен бәрі кешеді. Шарана тұншығып періштеге айналған екен. Анасының құрсағынан басы жартылай шығып жан тапсырған. Алмагүл ес-түссіз. Ота жасап шақалақтың денесін анасының жатырмен қоса алуға тура келеді. Әйел адам үшін бұдан асқан қасірет бар ма? 9 ай бойы жүрегінің астында паналаған, 9 ай бойы кездесуді күткен перзентінен айырылу.
Онымен қоса бұдан былай ана бола алмайтынын мойындау сорақылық қой. 10 күн бойы әл дәрменсіз жатқан келіншек өзін екі дүниенің арасында жүргендей сезінді. Көзін жұмса көкке ұшып, көзін ашса жерге түсіп, бауырына қыспаған шақалағын іздеумен болды. Құс боп ұшып қуса да жете алмасын мойындар емес. Ішкі жан дүниесімен арпалыста жүргенде дәрігерлердің нұсқауымен үйіне шығарылды. Өз шаңырағына келгенде одан да ауыр күндер күтіп алды. Төсек тартып жатып қалған келінін жақтырмаған енесі арсын-күрсін тарсылдатып, ыдыс аяқты лақтырып ол жүр. Түні бойы мал бағып келген күйеуі аяғын уқалап таңға дейін мазасын алады. Бір жұмадай бөлмесінде жатқанына ұялып, үй тірлігіне кірісейін деп шешті. Дәл сол күні қайнапалары қонаққа келді. Осы үйге келін болуына себепкер болған қайынсіңлісі Гүлзира да төбе көрсетті. Құр сүлдерін сүйрей жүріп, дастархан дайындап, қайнапаларын жайғап жүр. Самаурынын көтеріп, енді ғана дастарханға жайғаса бергені сол еді үлкен қайнапасы. «Иә, келінжан, денсаулығың қалай?» деп құйтырқы сұрақ қойды. Осы сәтте енесі: «Қалай болушы еді? Мен адал болған соң, арам жолмен тапқаны бесігіме түспеді. Аққа құдай жақ деген бар қалқам», деп қыңқ ете қалды. «Апа, не айтып отырсыз?» деп Гүлзира ышқынып шешесіне жалт қарады. «Әй қыз, жайына отыр. Шешене дауыс көтерейін дедің бе, немене?» деді. Екінші әпкесі діңкілдей: «Белсіз еркектен қалай туылады бала?» деп үлкен әпкесі отқа май құюын қояр емес. «Жетер, қойыңыздар», деп ыстық самаурынды төңкеріп жіберген Алмагүл ашуға булықты. «Үндемеген жазығым ба? Жаралы жерімді неге тырнай бересіздер? Неге қоймайсыздар? Белсіз болса, кімнен салып алыппын? Мен баланы белсіз емес, ұзақ. Сіздер менен не жамандық көрдіңіздер? Онсыз да әйелдік қасиетімнен айырылып отырмын. Перзентімнен айырылып отырғаным аздай, сіздердің сөздеріңіз жегідей жеп барады», деп орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Осы сәт Алмагүлді 360 градусқа өзгертіп жіберді. Өйткені үйдің берекесі кетті. Алмагүлді адамсынбау басталды. Отырса опақ, тұрса сопақ етіп енесі күн бермеді. Алмагүл ашуланып жылай беретінді шығарды. Өз шашын жұлып өзегін өртеген өкінішті шығара алмай қиналғанын сезетін ене жоқ. Тіпті псих деген лақап тағайындалып қойыпты. Күйеуінің дыммен шаруасы жоқ. Алмагүл әбден қажып кеткен соң енесі ә десе мә деп отыратынды шығарды. Ақырында бақша тығып жинауды бастады. Сондағы бар ойы ұлын алып қалаға қашып кету. Жалғасы бар.